Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге өзімнің асханамда осындай өте дәмді болып шығатын горох сорпасы, яғни бұршақ сорпасын дайындайтын боламыз. Горох сорпасы минералдар мен витаминдерге өте бай, бұлшықетімізге пайдалы. Маған осындай горох езіліп піскен сорпа ұнайды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Алдымен 400 граммдай горохымызды алып, арасында тастары немесе қатты тершіктері болса, алып тастау керек болады. Бұршағымызды салқын су құя отырып, 2-3 қайтара жуып аламыз. Бұршағымыз жылдам пісу үшін үстіне қасықтың ұшымен сода салып, қайнаған суды бұршағымыз батқанша құямыз. Шамамен 15 минуттай ұстап, 15 минуттан кейін төгіп тастаймыз. 6 литрлік қазанымызға суымызды құйып, астын жағып, етімізді салатын боламыз. Етті алдын ала 2-3 қайтара жуып алдым. Мен қаздың етінен сорпа жасайтын боламын. Сіздің өз қалауыңыз сиырдың етінен немесе тауықтың етінен жасасаңыз да болады. Сорпамыз қайнап шықты дегенде бетіндегі көбігін сүзгімен алып тастаймыз. Сорпамызға пияз бен морковь керек болады. Менің пиязым үлкен болғандықтан жартысын алып, өзіңіз қалауынша уақыттап турасаңыз болады. Және сәбізді үкіштен өткізіп алдым. Горохымыздың суын төгіп тастағаннан кейін қайнап жатқан сорпамызға горохымызды салып араластырамыз. Шамамен 4-5 картоп алып, осындай шағын етіп турап аламыз. Шамамен 40 минут өткенде біздің қазымыздың етіміз пісті. Егер етіңіз піссе, осылай алып турап қоясыз. Сорпамыздан етімізді алып тастағаннан кейін қайнап жатқан сорпамызға картошкамызды саламыз. Туралған пиязымызбен үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, және туралған етімізді салып, бәрін біркелкі араластырып, қайнатуға қоямыз. Шамамен 15 минуттай. Дәміне қарай тұзын салуды ұмытпаймыз. Және бір ас қасық укроп салдым. Және дәмдеуіштер салдым. Сорпамыздағы картошкамыз пісті дегенде сорпаның астын айырамыз. Жалпы горохымыздың пісуіне шамамен 1 сағаттың үстінде уақыт кетті. 1 сағат 15-20 минуттай. Горохтың өзінің жалпы пісуіне 40 минуттай уақыт кетті. Міне достар, керемет сорпа шықты. Әсіресе осы горохы езіліп шыққан сорпа қатты ұнайды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма подписация етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.